Негізі біз 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін барлық оқулықтарды мазмұнын қарадық. Сол жерде үлкен 700-ге жуық кәдімгідей қателіктерді көрдік. Оның ішінде мысалы облыстарымыздың дұрыс жаңағы белгіленбеуі, жас ерекшеліктеріне келмеуі, кейбір тарихи маңызды даталардың нақтыланбауы секілді кәдімгі 700 өте өрескел қателер деп айтуға болады. Сондықтан біз қазір кезең-кезеңмен жаңа мазмұнмен оқулық басуды бастап кеттік. Қазір 7-ші, 11-ші сыныптың оқулықтары жаңадан басылып, оның ішіндегі бүкіл қателіктер ескерілді. Енді 9-ші сынып, сосын 8-ші, 4-ші сыныптардың оқулықтары кезең-кезеңмен апрель айына дейін басылып шығатын болады. Бізде 15 баспа бар. Сол баспаның барлық оқулықтарын жеке мен өзім отырып қарадым. Сонымен бірге оқу-ағарту министрлігінің кәдімгі салалық комитеттері, сол жердегі эксперттердің барлығымыз қарадық. Жаға ұстайтындай көптеген қателіктерді көрдік.